Сәлеметсіздер ма? Қалайсыздар оқушылар? Қазір сіздермен қазақ тілі пәні 3-ші сынып 92-ші сабақты бастаймыз. Оқулықтың 56-57-ші беттерін ашайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Оқушылар, әуелі 36-ші жаттығуға қарайық. Ребусты шешеміз. Ол кісі туралы не білетініңізді айтайық. Иә балалар, ребустың жауабы Төле би. Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері, ұлы жүздің төбе биі. Төле би оқыған, сауатты, жастайынан халқының ақындық шешендік өнерінен тәлім алған. Ол 15-20 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. Төле би орта жүздің биі Қазбек бимен, кіші жүздің биі Әйтекемен бірге әз Сәукенің басты кеңесшісі болды. Оның атымен байланысты толып жатқан нақыл, мәтел сөздер халық арасында кең тараған. Олай болса, балалар, 37-ші жаттығуда мына сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: Төле бидің кім екенін айт. Ол қазақ халқының атақты шешені және қоғам қайраткері. Келесі сұрақ: ол билікке неше жасынан басып араласты? 15-20 жасында билікке араласты. Төле би кімнің кеңесшісі болды? Төле би Қазбек би мен Әйтекемен бірге әз Сәукенің басты кеңесшісі болды. Оның қандай нақыл сөздерін білесің? Халқыңа әділ бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол. Төле би хан болды ма? Ол ұлы жүздің бас биі болған. Жақсы, олай болса балалар, 37-ші жаттығуда Төле би туралы нақты түсінген болсақ, енді келесі 38-ші жаттығуға қараймыз. Төле бидің батасы балалар. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Енді балалар, батадағы әр сөйлемнің мағынасын бірге талқылаймыз. Бұл бата сөзде балалар бізге Төле би адамгершілікті сақтауды, еңбекқор болуды, білімді болуды, жақсылық жасауды, кішіге қамқор болуды, үлкенді сыйлауды және одан да басқа көптеген жақсы қасиеттерді бізге айтып кеткен. Енді балалар, мына бата сөзден біз болымсыз етістіктерді табайық. Болымсыз етістігін білеміз, жұрнақтары ма, ме, ба, бе, папе деген жұрнақтары қойылады. Мысалы, бұл жерде балалар болымсыз етістік болма. Өте жақсы балалар. Балалар, сіздерге сабақ түсінікті болса, міне сіздерге мынадай кішкентай тапсырмалар әкелдім. Осы тапсырмаларды орындау арқылы біз сабағымызды қорытындылаймыз. Мысалы, мен сіздерге зат есімдерді әкелдім, иә? Біз осы жұрнақтарды қолдану арқылы етістік жасаймыз. Мысалы, ойла, сөйле, тұзда, гүлде, баста және істе. Бұның барлығы балалар болымды етістіктер. Оқушылар, міне мына ең соңғы тапсырмаға қараймыз. Мына сөздерді қарап отырып, балалар орнына сәйкес қоямыз. Мысалы, біріншісі оқымады. Бұл болымсыз етістік. Екіншісі біл. Негізгі етістік. Жаз. Негізгі етістік, дұрыс айтасыз. Келме. Болымсыз етістік. Ақта. Болымды етістік. Жақсы балалар, сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар балалар.